Қате жапсырылған баға. Лорайне Грайгале, Америка. Бір күні шалым екеуміз бір спорт бұйымдар дүкенінің қасынан өтіп бара жатсақ, ішінде адам ентіреседі. Айғайлап зат сатқан дауыс құлақты тұндырады. Дүкен алдына тижаратты тоқтатамыз, арзандатып сатамыз деген тақтайша асып қойыпты. Кіріп көргім келген еді, шалымның қырыстығы тағы ұстады. Көретін несі бар? Сатып жатқаны түгел, ілік қалғысыз, қоқыр-соқыр. Жақсы нәрсені арзандатып сатама? Бұл спорт бұйымдар дүкені дедім, шалымды көндірмекші болып. Алғын келіп жүрген балықшылық жабдықтары шығып қалама кім біледі? Үйде ілінгеніне талай жыл болған астау қайықтың суретінде алмастыратын болдық. Мүмкін дүкенде бар шығар. Бұл не дегенің? Деді ол маған ежірейіп. Ол менің армандаған астау қайығым. $6000 жинаған күні зауытқа бұйыртып біреуін жасатып аламын. Кіріп қызғын көріп шығайық та, ештеме алмаймын. Қарсыдағы кофеханада отыра тұрш, жарым сағатта барамын дедім де дүкенге кіріп кеттім. Дүкеннің залында түрлі спорт бұйымдары үйіліп жатыр. Қыстырылысқан дүкенде анаған қарап, мынаны көріп аралап келе жатып, кенет дүкеннің артын ала тұрған күмістей жарқыраған астау қайыққа көзім түсті. Үстінде шолақ ескек, құтқару киімі және балықшылық құралдары тұр. Қалай екенін білмекші болып, қасына жетіп бардым. Тура күйеуім қызғатын астау қайықпен оп бұқсас. Бұл оның күні түні аңсаған астау қайығы ғой. Жүрегім атқалақтап, мұның шын екеніне сен алмадым. Астау қайықта бағасы жазылған 2 бағақша жапсырулы тұр. Басып шығарылған бағақшада зауыт белгілеген парша сату бағасы $6750. Ал қолмен жазылған бағақшада ерекше арзандатып сатылатын бағасы $750 деп жазылыпты. Тәңірім-ау, қате жазбаған шығар? Сөзсіз қате жазылған. Алармандарға зат таңдасып жүрген сатушының қасына бардым. Кеудесіндегі таныс қысына «Сәлеметсіз бе, машу боламын» деп жазылыпты. Қыстырылып, оның қасына барып, жеңінен ұстап тақатсыздана, «Машу, анау астау қайыққа не болған? Не үшін $750 сатылады?» деп сұрадым. Ештеңесі бұзылған жоқ, жап жаңа, дүкенді жаппақшымыз. Сондықтан арзандатып сатамыз. Бұл баға қайықтағы құтқару киімі, шолақ ескек және бір пар балықшылық жабдықтарын қамтитын болу керек. Тұра тұрыңыз, мен көріп келейін деді. Бірнеше минуттан кейін машу қайтып келіп, «Ханым, ғапу етіңіз, бағасы қате жапсырылыпты. Астау қайық жабдықтарымен қосып арзандатылғаннан кейін $4750 болады екен. Жаңа әкемнен сұрадым. Дүкендегі заттарды бір жақтылетуге сол кісі жауапты. Осы бір пар жабдықтың қалыпты бағасы $8000 дейді». Мен жылап жібермеуге тырысып, бағасы әрине осындай болады. $750 дегенге шынында сенгің келмейді. Бірақ осындай бір астау қайық алу шалымның ұзақ жылдан бергі арман еді. Жаңа бағасын көргенде арман іске асатын болды деппін. Ол осы жұмада 62-ге келеді. Денсаулығы себебінен зейнетке ертерек шықты. Мандымсыз зейнетақыға қараған адамның қолы қысқа болатынын білесің ғой. Бірақ шалым өте қайсар. Осындай бір қайық алу үшін неше жылдан бері аптасына $10 іркіп жүр. Ылғи өз қайығыммен балық ауласам деп армандайды. Ақымақ шалдың арман-ай, мұнша көп ақшаны қашан жиып болмақшы деп сөйлей жүріп, кемсеңдей бастадым да дүкеннен шыға жөнелдім. Есіктің көзіне барғанда машу мені қуып жетіп, «Ханым, $750 $25 кіре ақысын және тағы біраз бажысын төлей аласыз ба?» деп сұрады. «Әрине төлей аламын, оншалық ақшам бар» дедім жалма-жан. Бұл бірнеше жылдан бергі жиған тергенім. Осы ақшаға көзімнің ақшилын алдырмақшы едім. Онда болды. Жұма күні түстен бұрын сағат 10-да күйеуіңізді жіберіңіз. Оған дейін әкем екеуміз қайықты құрастырып қолына тапсырамыз. Күйеуіңіздің туған күніне сауғада дайындаймыз. Дауыстап, жылап жібере жаздадым. Чекке қол қойғанда тебіренгеннен қолым дірілдеп кетті. Чекті машуға бергенде, оның да кемсеңдеп тұрғанын көрдім. «Ханым, кейстерді сізге айтқаным жөн болар. Бұл дүкенді атам ашқан. Жар құлақ жастыққа тимей 30 жыл істеді.
Атам ертерек зейнетке шығып, астау қайықпен балық аулап, соңғы өмірімді жайбарақат өткізсем деуші еді. Өткен жылы зауытқа бұйыртып, осы астау қайықты жасатқан. Бірақ істетуге үлгірмей, Машу онан бетер кемсеңдеді. Атам алдыңғы аптада 68-ге енді келгенде тұтқиыл қайтыс болды. Күйеуіңіздің армандаған қайығына ие болғанын білсе, атам да разы болар. Әкем де солай ойлайды. Күйеуіңіздің осы астау қайықты аялайтынына және қадіріне жететіне кепілдік бере аласыз ба? Машуға көз жасыңды сүрт деп, кепілдік беремін деп қағаз бердім де, дүкеннен шыға кофеханадағы шалыма қарай жүгірдім.